Free Fire ойыны қазіргі таңда ең танымал ойындардың бірі. Әлем бойынша осы ойынды көптеген миллиондаған адамдар ойнайды. Free Fire ойынында топ 1-ді қалай алуға болатыны туралы айтуға уақыт келді. Free Fire ойынында топ 1-ді алу үшін One лайфхактар мен кеңестер. Бастайық. Бірінші кеңес мүмкіндігінше тез тонау. Бұл үйлерде тонауға да, өлі ойыншылардың қораптарындағы заттарды тонауға да қатысты. Егер сіз ашық жерде болсаңыз және жақын жерде жаулар бар деп ойласаңыз, бірақ өлі ойыншылардың қорабынан заттарды тонап кеткіңіз келсе, 4-5 секундтан асырмай тонауға кеңес беремін. Егер сіз тұрған жерде шөп болса, онда жата салыңыз, сонда сізді ешкім таба алмайды. Екінші кеңес, сізді байқау қиынырақ болатындай киім киіңіз. Еш қиыны жоқ. Мысалы, Бермудта негізінен ормандар, таулар, өрістер және көптеген шөптер. Сондықтан жасыл түсте жүгіруге кеңес беріледі. Ол жасыл көйлек, камуфляж жейдесі және тағы басқа. Қара жасыл түстерде болғаны абзал. Ашық түстерді таңдаған жөн емес. Егер сіз шөптің үстімен жүгірсеңіз немесе оған жатқан болсаңыз, сізді байқамайтынына 100% кепілдік жоқ. Бірақ кейде сізді байқамай қалатын жағдайлар болып тұрады. Үшінші кеңес, үнемді емделіңіз. Айта кету керек, алғашқы медициналық көмек жиынтығы 75 хп емдейді. Егер сізде олардың 2-4 данасы болса, үнемдеңіз. Егер 7-ден көп болса, кез келген жағдайда ойланбай пайдалана беріңіз. Саңырау құлақтарды жеуге ұмытпаңыз, олар қуат шкаласын толықтырады. Егер сіздің денсаулығыңыз жеткіліксіз болса және сізде саңырау құлақтан қуат қалса, онда бұл сізге өмір сүруге көмектеседі. Төртінші кеңес, жоғарғы орталықта орналасқан компасты қолданыңыз. Егер сіз дуо немесе отрядты ойнасаңыз, онда бұл өте маңызды зат. Команда құрамындағы біреу жаудың орналасқан жері туралы нақты ақпаратты айта алады, және сіз еш қиындықсыз оны тауып өлтіре аласыз. Бесінші кеңес, рюкзактарыңызды дұрыс жинаңыз. Шайқасуға жақсы дайындық үшін сізге басты қару үшін 150-200 оқ қажет. 7-10 алғашқы көмек жинағы және 5-7 гранаты. Міне осындай қарапайым және қысқа кеңес. Алтыншы нөмірлі кеңес, дронды пайдаланыңыз. Жанында жау жоқ болса, дрон әсерінің радиусына батыл баруға болады, және ол сізге бірнеше секунд ішінде картадағы сары радиуста жаудың орналасқан жерін көрсетеді. Бұл затпен көп айналыспаңыз, өйткені осылайша сіз өз позицияңызды күйдіре аласыз. Ал жауларыңыз сіздің орналасқан жеріңізді біліп қоя алады. Және жетінші кеңес, қажетсіз заттардан құтылыңыз. Бұл ПП-ға арналған патрондар немесе сізде өте көп артық автоматтар болуы мүмкін. Сондай-ақ, егер сізде ең жақсы бейімделген қару болса, және сізде бірінші немесе екінші деңгейдегі дүкендер немесе тұтқалар болса, онда төмен деңгейдегі заттарды лақтырып тастауға болады. Сондай-ақ, пистолеттерге арналған оқтарды ешқашан алмаңыз, өйткені олар пайдасыз және рюкзакта орын алады. Сегізінші кеңес, егер сіз жақын жерде дұшпандар бар деп ойласаңыз, airdropты тонауға асықпаңыз. Ең алдымен ыңғайлы позицияны алыңыз. Airdropқа жақындаған ойыншыларды мүмкіндігінше атып тастаңыз. 1 немесе 2 минут бойы airdropты бақылаудан кейін сіз баяу қозғалуды бастай аласыз. Кеңес 9. Кейбір заттардың артықшылықтарын біліп жүріңіз. Бұл ойында сізге көмектесе алатын ұсақ егжей-тегжейліктер. Коряк қаруы бірінші және екінші деңгейдегі дулыға келген ойыншыға бір оқпен хедшот қоя алады. Бірақ егер ойыншыда үшінші деңгейдегі дулыға болса, онда сіздің атуыңыз 198 хп кетіреді. Барлық ойыншыларда 200 хп болғандықтан, сіз жауға атқан соң олда 2 хп қалады. Сіз үшін өте ыңғайсыз жайт. Ал енді соңғы 10-шы кеңес. Көйлекті тек көйлек құралы деп санамаңыз, өйткені қарсыластар үшін бұл дөңгелек өлімі. Егер сіз жылдамдықпен жүрсеңіз, сізге оқ тигізуге қиын болады, осыны қолданыңыз. Жауды жиі басуға тырысыңыз. Бұл жауды өлтірудің оңай тәсілдерінің бірі. Сіз барлық машиналармен жүре аласыз, бірақ мен сізге осы машинадан бас тартуға кеңес беремін. Ол баяу және онымен тауға міну мүмкін емес. Және мұнда ешқандай қорғаныс жоқ, сондықтан сізге оқ тигізуге оңай болады. Осымен болды, ойында сәттілік тілеймін. Топ 1 алуға сізге тілектеспін. Егер сізге осы видео ұнаған болса, достарыңа таратып лайк басып жіберіңіз, арнама жазылыңыздар. Қош болыңыздар.